Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен өзімнің үйде жасайтын, тез дайын болатын таңғы асымның рецебімен бөлісетін боламын. Ал енді блинчикімізді дайындау үшін алдымен мен бір стақан сүт алдым. Молдау жасай берсеңіздер болады осы рецептпенен. Тұз салдым. Кішкене қант саламыз. 2 чайный ложка қант салып алдым. Екі жұмыртқа салып алдым. Осыны жақсылап блинчикпен араластырып ерітіп аламыз. Бұл жерде бір стақан ұн алдым. Електен өткізіп алған ұнымды осыған бір қасық разрыхлитель салып аламыз. Бір шай қасық разрыхлитель алдым. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Теркадан өткізіп аламыз. Майда болу керек мынандай. Осыны жақсылап теркадан өткізіп аламыз. Теркадан өткізіп алдым сырымды. Енді осы укропымызды майдалап турап аламыз. Чесногымызды да майдалап турап аламыз. Өте майдалап. Укропымды, чесногымды майдалап турап алдым. Кішкентай перец қосып жібердім мен мұнда. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Осыған мен сұйық май құйып жіберем. 2 қасық. Жақсылап араластырып аламыз. Тапамыз қызды, май жағып алдық. Енді осыны осымыз енді асты қызу керек. Қызғаннан кейін мына бетін ауыстырып пісіре береміз. Мына бетіміз пісті, енді келесі бетін аударып аламыз. Осылай сары майымызды ыстықтай жағып қоямыз.